Достар, саламатсыздар ма? Мен сіздерге жалпы менде көп сұрақ болады. Осы алаша тоқығанда, бау басқұр тоқығанда қандай жіп пайдаланасыз, оны қалай дайындайсыз деп. Жалпы қандай бір өнерді жасарда оның ең қиыны жаңғы дайындығы, заготовкасы, орысша айтқанда. Сол заготовкамыз өте қиын. Ең бірінші мен жүнді алып мен ермеймін. Тек қана дайын жіптерді алам. Дайын жіптерді алам да мен бау тоқу үшін, алаша тоқу үшін, жәңенгі барлық өз не тоқимын, соған тек еріп дайындаймын. Неге десе, ерген жіп бірінші берік болады, екінші ершісі өте әдемі түседі, бауымыз өте әдемі көрінеді. Сондықтан қандай жүн жіп сатып алсам, мен ерем міне. Оны сатып алған жіптерім қазіргі жүн жіптер өте жіңішке келеді. Өте талшынаш жіңішке. Жаңағы ненің жібіндей, машинаның жібіндей келеді. Соны қаншама қабаттаймыз. Кілем тоқу үшін машинаның жібіндей болып келген жүн жіпті 16 қабат, 14 қабат, 12 қабатқа дейін қабаттаймыз. Ең жуан болу 16 қабат. 8 қабаттан басталады ол. Ал мына бау тоқығанға мен қазір мұнаға міне 4 қабат қабаттап отырмын. Міне қарап тұрсаңыздар, міне жерде 4 қабат жіп міне. 4 қабаттап, бұл жіңішке өте әдемі болып шығады. Сондықтан ерем оны 4-өн қосып, содан жаңағы жібіміз дайын болады. Содан кейін жалпы бізде мына Қазақстанымыздың түпкір-түпкіріндегі халықтың жалпы қолданбалы өнеріндегі колорит әртүрлі. Мысалы, осы батыс деген ең өнердің осы терме баудың, жалпы ақ басқұрдың, алашаның атасын тоқыған біздің өлке батыс. Осы батыста әсіресе Ақтауда, Атырауда керемет кезінде әжелеріміз, аналарымыз тоқыған. Бүгінге дейін соның сарқыншақтары бар. Сол бұл жақта көбінде қара, қызыл, ақ, содан кейін сары. Осы реңдер өте көп пайдаланылады. Жаңағы оңтүстік жақта, о жақ егін шаруашылығымен көп шұғылданғандықтан ба, жасыл жіп көп пайдаланылады екен, о жақта жасыл рең көп кетеді. Ал содан кейін мына шығыс, солтүстік Қазақстан жақтарда кішкене өте ашық өңдерді көп пайдаланады. Енді жалпы қазір қай өңірдің бауында біз сол несіне қарап, реңіне қарап, салған өрнегіне қарап білетін дәрежедеміз бүгінгі таңда. Мен жалпы айта кетейін дейтінім, көбінде мына басқұрдың барлығының құрылу техникасы біреу-ақ. Бір ғана жолмен біз құрамыз станокқа, ал құрғаннан кейін оның қанша техникасы бар. Мысалы, басқұрларда жаңағы ақ басқұр дейміз. Ақ басқұрдың ішінде қалы басқұр. Ол основаға салған ақ жібін, ол деген мақта жіп. Сол мақта жіпті енді құрып аламыз, алдымен тек қана ақ жіп, мақта жіпті құрып аламыз да, содан кейін оған түк шығарып, мына түс жіптер саламыз. Ол салғанымыз жаңағы қалы басқұр деген, содан шығады. Ал одан кейін орап теру, жаңағы ақ басқұр дәл міне жерде дайын емес тұр. Қалы орап теру деген мынау. Мынаны бұлай орап, основасына мына ақ мақта жіпті құрып алады да, одан кейінгісін қайтадан арқау салып орап береді. Ал енді қара терім дейді кейбір өңірлерде, бидай теру дейді, кежім теру дейді. Қаншама түрін айтады, бірақ тоқылу несі осақ. Мысалы, енді ол мына жерде менде қазір үйделер тұрған нәрседер шамалы ғана тұр. Өткен жолы Алматыға барғанда біразын алып барып келіп едім, оны қайда қойғанымды өзім де білмей тұрмын. Әлі де талай көрсететін боламын. Жалпы алашаның түрлерін, алашаның қаншама түрлерімен таныстырып кетейін деп ойлаймын. Өткен жолы бір апайымыз айтып жатыр да, 200 теру дегенде түркмен теруді көрсетіп жатыр. 200 теру деген ол былай ғой. Мысалы, жаңағы баудың екі беті бірдей шығу керек. Менде бар еді, оны тағы да мен тағы бір эфирді көрсетем. Бір жағы көбінде қызыл мен жасыл жіптен 200 тереді, сонымен бір жағында қызыл өрнек басым, бір жағында жасыл өрнек басым болады. Соны екі беті бірдей болған 200 теру деп айтады.
сол оның айтылу мағынасының өзі сода жатыр. Сол қажар теру деген бар, ода да керекті жібіңді бері қарай аласың, керексіз жібін астына түсіріп кетеді. Қажар терумен көбінде бау тоқымайды, тек қана алаша тоқиды. Алашаның қажар теру түрі, кежін теру түрі деген екі түрі болады ол. Мысалы, ал енді жаңағы түкті теру деген, мына тұрған, мысалы бұл түкті кәдімгі кілем сияқты бау, ол тек қана түгін шығарып отырып, кәдімгі өрнегін салып отырып тоқиды. Бұл міне нағыз мынау түркмен өрнек деген осы. Ал біз осыны бүгінгі таңда тоқимыз. Ал одан кейінгі жалпы енді түрін техникасын айта беретін болса өте көп. Мен жалпы осы алаша тоқу өнерінен мастер-класс түсірем, онлайн мастер-класс жасаймын. Ода бөлімдерге көп болып, бірінші біз құруымыз керек, оған жіп бірінші міне жаңағы жіберіп жатудың өзі оның бірінші заготовкасы. Жібін бірінші иіреміз, одан кейін оны құрамыз. Құрған кезде күзу байлау деп айтады. Өткенде біреу айтып жатыр, сиреу байлау дейді. Сиреу байлау деген жоқ. Сиреу ағашы деген болады. Ол ана жіпті шатасып кетпеу үшін сиретіп қойып, балансын дұрыс ұстау үшін гәне сиреу ағашын байлайды. Сол сияқты оның түрлері көп. Сондықтан енді жаңа мен тікелей эфирге шықтым. Оған аз адам кіргендікте мен осыны қайтадан түсіндіріп айтып жатырмын. Көбінде мен жүн жіпті алып иірмеймін. Дайын жүн жіпті алып, соны иірем. Жүнді алып иірмеймін. Өзім боямаймын. Дайын боялған жіптерді алам. Өйткені мен барлығына менің өмірім жетпейді. Маған уақыт тапшы. Біткен нәрсенің барлығына үлгермеймін. Сондықтан дайын мынандай дайын жіптерді алам да, оны иірем. Мына жіптерді мен қаншама қабаттаймын. Сол жаңағы міне мынау деген өте жіңішке міне толщинасы. Мына жіп қабатталады ертең. Мынаны мысалы мен міне екі қабаттап иірген кезде бұл мынандай әдемі болады деген сөз. Міне сондай әдемі болады. Ал мына жіптер болғанда жаңа айттым, 4 қабаттағам. Міне мынадан көрсетейінші. Міне жерде мынаның толщинасында міне қаншама қабаттар тұр. Міне 3 қабаттаған екен. Өйткені мына алған жіптерімнің несіне байланысты, қаншалықты дәрежеде толщинасы бар екен, соған байланысты осылай қабаттаймын да, одан кейін бүйтіп иіргенде міне қараңыз, қандай әдемі болып жатса, иіргенде мынандай болып түседі. Мынандай болып әдемі болып, ертең тоққан бауымыздың көркемдігіне, әсемдігіне, барлығына осы әсер етеді. Сондықтан тағы да мен осындай сіздерге танымдық жағынан, және білу жағынан эфирлер көп түсіріп тұрамын. Бүгінге енді сау болыңыздар.